Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Аманжол Қазбек. Мен 2020 жылғы драм фестиваліне қатысушылардың бірімін. Маған осы байқауға орай 3 түрлі сұраққа жауап беру керек екен. Қазір біріншісінен бастайық. Бұл шорт параққа кірген пьесадағы тақырыпты таңдауыңызға не себеп? Менің пьесам Тукмар қонақ үйі, ол комедия. Оны жанр комедия. Негізі драматургияда комедия жанры өте қиын. Біздің қазақ театр өнерінде комедия өте аз. Сол себептен көп актерлар халықты күлдіремін деп, кейде өзін-өзі күлкі ету арқылы, әртүрлі арзан әзілдер арқылы сахналауға мәжбүр болып жатыр. Сол себептен де менің негізгі мақсатымның бірі ол осы комедия жанрын сапасын сәл де болса да сапалы комедия тудырту, әрі сәл де болса да комедия деңгейін көтеру. Ал менің пьесамның ерекшелігі несімен ерекше? Бұның ерекшелігі актердің шеберлігін арттыра алады. Яғни мұнда актер өзінің әр қырына көрсете алады. Ол сахнада бір ғана емес, бірнеше кейіпкерді сомдай алады. Әртүрлі ситуациялардан бастан кеше алады. Сонысымен де бұл пьесаның ерекшелігі сода. Мен өзім актер ретінде дәл осындай пьеса болса екен деп армандадым. Сондықтан осындай бір пьеса өзімнің ойыма келіп, жазуыма ықпал етті. Екінші сұрақ. Қазіргі драматургиядағы қандай тенденциялар сізге жақын? Қазіргі драматургиядағы түрлі тенденциялардың болуы әрине көңіл қуантады. Бірақ мен белгілі бір нақты осындай бір тенденцияны ұстанып жазамын деп айта алмаймын. Себебі маған ең бастысы пьесаның өміршеңділігі, оның тақырыбының өзектілігі, әрі оның идеяға молдығы, фантазияның шектелмейтін пьеса болса, драматургиялық шығарма болса, ол маған ұнайды. Және де сондай пьесаларды мен өзімнің жаныма жақын деп санаймын. Және үшінші сұрақ. Қандай үш автор сізді драматург ретінде қалыптастырды? Жалпы қалыптасу деген сөз менің көңіліме жақпайды. Өйткені қалыптасу деген сөздің өзі мені белгілі бір шеңберге тастаған деп алады. Мен жаңадан ғана жазып келе жатқан адаммын. Маған тіпті болып жатқан осы фестивальдің бәйгенің финалисті болу мен үшін үлкен жетістік деп ойлаймын. Ал меніңше бұл сұрақты басқаша қою керек. Маған, яғни қандай үш автор пьеса жазуыма түрткі болды? Ол әрине біздің осы театр әлеміндегі атақты классик жазушылар, драматургтер. Мысалға Шекспир, Мольер, Гоголь, осы сияқты керемет жазушылар әрине бізге жас драматургтерге үлкен шабыт сыйлайды. Мен нақтылап дәл осы драматург немесе дәл осы пьеса мені жазуыма түрткі болды деп нақтылап айта алмаймын. Өйткені кез келген мен оқыған пьесалардың барлығы мен үшін үлкен тәжірибе. Және де маған әр қашан шабыт сыйлайды. Менің ойымша, кез келген қалам тербеп жүрген адамдар, авторлар, олар өзінің ойындағы мәселелерді, толғандырып жүрген оқиғаларды жазады. Және сол сияқты мен де өзімнің ойымдағы, санамдағы, қиялымдағы, фантазиямдағы туындаған кейіпкерлерді, оқиғаларды осы қағаз бетіне түсіремін. Назар аударғандарыңызға үлкен рахмет. Енді бұл пьесалар тек қана қағаз бетінде қалып қоймай, біздің киелі сахнамызда қойылатын күнге жеткізсін. Сау болыңыздар.